Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өкінішке орай, әлемдегі болып жатқан індет елімізді тығырыққа қалып келді. Осы індеттің кесірінен жақындарынан айырылған адамдарға қайғырып көңіл айтамын. Және де осы аурумен күресіп жатқан адамдарға Алла тағала шипасын берсін. Біз батыр және де қайсарлы елдің ұрпағымыз. Ата-бабаларымыз көптеген қиындықтардан өткен. Біз де осы қиындықты жеңіп шығамыз деп сенемін. Алла тағала елімізге амандық берсін. Осы ауыр кезеңде еліме арнап Елім-ай атты шығармамды шығардым. Осы күйді сіздерге арнаймын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар.